Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Ұлыстың ұлы күнінде міндетті түрде келер жыл молшылық жыл болсын деп әрбір шаңырақта наурыз көже әзірлеген. Наурыз көже ұлттық тағам. Наурыз көжеге 7 түрлі дәмнен дайындалған. Наурыз көжеге наурызға арнайы сойылған кәделі асына бата берілген соң, халыққа ақ мол болсын деп тілек айтып тарқатылған. Наурыз көжемізге су қосамыз. Ата-бабамыз айтқандай, өзендей өмір, көлдей көңіл, ұрпақ өріс судай асып тассын деген мағына білдірген. Қазақ халқының ең жақсы көретіні ет, дәмдерінің бірі ет. Қазаны толсын, асары мол болсын деген мақсатпен сақталған сүр етімізді суға толтырылған қазанымызға салып, бүлкілдетіп асатын боламыз. Бұл жерде мен кішкене ғана наурыз көже жасадым, сіздерге рецепттерін көрсету үшін. Келесі кезекте етіміз піскенше, мына жерде жүгері, ақ жүгерін алдым. Ақ жүгері мен бидайды екеуін бөлек ыдысқа қайнатып пісіріп аламыз, өйткені бұлар көп қайнау керек. Және түйілген бидайымызды да бөлек ыдыста қайнатып аламыз. Және де наурыз көжемізге сүт қажет болады. Сүтімізді жақсылап пісіріп қайнатып аламыз. Келесі кезекте кеспемізді дайындаймыз. Ұнымызға жұмыртқамызды және мұздай суға тұз қосып, жақсылап ерітіп, ұнымызға қосып, кішкене күлше илейтін боламыз. Бұл күлшемізді біраз жарты сағатқа қойып демалдырып, кейін чұқалап жайып, кеспе турап алатын боламыз. Етіміз қайнап шыққан кезде сорпаның бетіне көбіктер шығатын болады. Сол көбіктерді тазартып алатын боламыз. Ет салған кезде де көбірек ет салсаңыздар да болады. Қазы, қарта, жал-жая салсаңыздар, жіліктерден салсаңыздар да болады. Өте көбірек қып салған өте дәмді болып шығады. Енді кезекте көкөністерімізді ашып турап аламыз. Қызып тұрған тапамызға пиязымызды көбіктеп турап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды қуырмай-ақ турап қоса салсаңыздар да болады. Бұл дәмді біз көк дәмі деп аталады. Оған пияз, картоп, сәбіз, сарымсақ, тағы басқа көкөністер жатады. Бұл көктің дәмін ағзаға өте қажетті, қорғаушы және аурудан сақтаушы зат деп көжеге ырымдап қосқан. Пияздан басқа картоп, сәбізді де көбіктеп турап қосатын боламыз. Келесі дәміміз дәнді дақылдар дәмі. Бұл жерде арпа, бидай, жүгері, күріш, тары секілді дәнді дақылдар қосылған. Ол денсаулыққа пайдалы, дәруменге толы, табиғи элементтерге бай дәнді дақыл болып есептелінген. Және де бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын деген мағынада қосқан екен. Бұл жерде пісіп тұрған бидай, жүгеріні және тарыны, күрішті барлығын жуып тазалап қостым. Келесі қосатынымыз тұзды дәміне қарай қосамыз. Тұз қазақтың мәдениеті қашанда сөзді қадірлеген. Қазақ ешқашан дәмсіз сөз сөйлемеген.
Сондықтан тұз астың дәмін келтірер, мақал сөздің дәмін келтірер деген мағынада қосқан. Мінекей барлығын қосып болғаннан кейін орташа отта 15-20 минут қайнатып аламыз. Ендігі кезекте пісіп тұрған етімізді сүзіп алып, жақсылап турап, көбіктеп тураймыз. Өздеріңіз білесіздер, барлығын турап, қайтадан қосатын боламыз. Келесі қосылатын дәміміз ұннан жасалған кеспе. Ұннан жасалынған тағамдардың бәрі ақ дастарханымыздың қақ төрінде шаңырақтың отағасы секілденіп жайғассын деген ырыммен қосқан екен. Кеспемізді салып 1-10 минуттай қайнатып өшіретін боламыз қазанымызды. Мінекей наурыз көшемізде дайын болып қалды. Мен сіздерге 3 түрлі наурыз көшенін көрсеткім келіп тұр. Осы жерде кейбір адамдар сүт қосылған наурыз көшені жақсы көреді, кейбіреулері айран қосылған жақсы көреді, кейбіреулері болса құрт қосылған наурыз көшені жақсы көреді. Сол үшін мен наурыз көшені 3 бөлік ыдысқа құйып аламын. Біреуіне сүт қосамын, біреуіне құрт қосамын, біреуіне айран қосатын боламын. Сонымен 3 түрлі наурыз көжеміз дайын болады. Келесі қосатын дәміміз ағарған. Ағарғанға жаңа айтқандай сүт, айран, құрт жатады. Бұл ағарғанды әлсіз аурушаң адамдарға күш қуат беретін пайдалы тағам. Бұл астың қуат көзі болсын, ел қуаты нығайсын, денсаулығы берік болсын деген ырыммен негіздесе керек. Мінекей бірінші ыдысымдағы наурыз көжеме сүтті қостым. Сүтті қосқаннан кейін 10 минуттай қайнатып алатын боламыз. Дәмдері бір-біріне сіңу үшін. Ал келесі екінші ыдысымыздағы наурыз көжеме айран қосатын боламын. Айранды бөлек ыдысқа құйып, наурыз көженің сорпасынан құйып, бірге араластырып, сұйылтып аламыз. Содан кейін барып наурыз көжемізге құйып, араластырып аламыз. Бұл наурыз көжемізді қайнатпаймыз, өйткені айранымыз іріп кетуі мүмкін. Келесі наурыз көжемізді құртпен жасайтын боламыз. Құртымызды бөлшектерге бөліп аламыз пышақтың көмегімен. Одан кейін сорпамызды құйып, сол сорпамызға біраз уақыт жібітіп алып барып наурыз көжемізге құйып, 5-10 минут қайнатып алатын боламыз наурыз көжемізді. Сонымен 3 түрлі наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз көжемізге 7 түрлі дәм қостық. Оларды атап өтетін болсақ, су, ет, тұз, көкөніс, дәнді дақылдар, ұннан жасалған тағам, ағарған қостық. 7 деген санымыз қазақ халқында киелі сан. Сондықтан қазақ халқы киелікке, ырымшылдыққа аса мән берген. Мінекей наурыз көжеміз дайын болды. Ақ мол болсын, ас болсын. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген видеолармен бөлісемін.